Қайырлы күн. Бүгін біз математика пәнінен 33-ші сабақты қарастырамыз. Жетіге көбейту және бөлу кестесін құруды және қолдануды үйренеміз. Бірінші есепке назар аударайық. Біздің сынып бүгін дәлізде кезекшілік атқарды. Олар бір-бірінен аралары 7 қадам болатындай қатарға тұрды. 7-ден сана дейді. Яғни сандық сәулеге қарап 7-ден санаймыз. 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 және 70. Яғни барлығы 70 қадам екен. 7-ге көбейту және бөлу кестесін құрастырып, 4 бағанға жаз дейді. 7-ні 7-ге көбейтсек 49 болады, 7-ні 8-ге көбейтсек 56 болады, 7-ні 9-ға көбейтсек 63 болады. Демек, көбейтіндінің мәні 7-ге артып отыр. 7-ні 8-ге көбейтсек 56 болады, көбейткіштердің орындарын ауыстырып 8-ді 7-ге көбейтсек 56 болады. Яғни бұл жерден көбейткіштердің орнын ауыстырғанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді деген ереже құрастыруға болады. Енді бөлу амалына қарастырайық. 49-ды 7-ге бөлсек 7 болады. 56-ны 7-ге бөлсек 8 болады. 63-ті 7-ге бөлсек 9 болады. Немесе 56-ны 8-ге бөлсек 7 болады. 63-ті 9-ға бөлсек 7 болады. Келесі екінші есепке назар аударайық. Қай жағдайда есептемей салыстыруға болатынын достарыңмен талда дейді. Яғни салыстыруға назар аударамыз. 3-ті 7-ге көбейтсек 21 болады. 7-ні 3-ге көбейтсек 21 болады. 21 мен 21 тең болады. Осы жағдайда есептемей салыстыруға болады. Себебі көбейткіштердің орны ауысқанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді. Келесі 7-ні 7-ге көбейтеміз, кіші болады 8 көбейту 7-ден. Себебі 7-ні 7-ге көбейтсек 49 болады, 8-ді 7-ге көбейтсек 56 болады. 49 56-дан кіші болады. Келесі 3 көбейту 7 қосу 24 кіші, 7 көбейту 3 қосу 73-тен. 3-ті 7-ге көбейтсек 21, 21-ге 24-ті қоссақ 45 болады. 7-ні 3-ге көбейтсек 21, 21-ге 73-ті қоссақ 94 болады. Сондықтан 45 кіші 94-тен болады. Келесі 7 көбейту 7 қосу 20, кіші 7 көбейту 8 қосу 20-дан болады. Себебі 7-ні 7-ге көбейтсек 49, оған 20-ны қоссақ 69 болады. Ал 7-ні 8-ге көбейтсек 56, оған 20-ны қоссақ 76 болады. Сондықтан 69 кіші 76-дан болады. Келесі 7 көбейту жақшашылған 3 қосу 6, жақша жабылған үлкен 7 көбейту 3 қосу 6-дан болады. Себебі алдымен жақшаның үш орындалады. 3-ге 6-ны қоссақ 9 болады, 7-ні 9-ға көбейтсек 63 болады. Ал екінші жақ шеті 7-ні 3-ге көбейтсек 21, 21-ге 6-ны қоссақ 27 болады. Сондықтан 63 артық 27-ден болады. Келесі жақшашылған 7 қосу 2, жақша жабылған көбейту 3 артық 7 қосу 2 көбейту 3 өрнегінен. Себебі алдымен 7-ге 2-ні қосу орындалады, жақшаның іші 9 болады, 9-ды 3-ге көбейтсек 27 болады. Ал енді екінші жақ шетінде көбейту орындалады, 2-ні 3-ге көбейтеміз 6 болады, 7-ге 6-ны қоссақ 13 болады. Яғни 27 артық 13-тен болады. Келесі үшінші есепке назар аударайық. Кесте бойынша есептер құрастырып, оларды шығарыңдар дейді. Бір жәшік алманың массасы белгісіз. Осындай 6 жәшік алманың жалпы массасы 18 килограмм тұрады. Бір жәшік алманың массасы қанша болады деп есеп құрастырып алайық. Енді осы есепті шығарамыз. Яғни жәшіктің массасын табу үшін алдымен формуланы жазып аламыз. Бір жәшіктің массасын табу үшін жалпы массаны жәшік санына бөлеміз. Яғни 18-ді 6-ға бөлеміз, 3 болады.
бір жәшіктің массасы 3 килограмм болады екен. Келесі екінші кесте бойынша бір жәшік алмұрттың массасы 6 килограмм. Осындай 7 жәшік алмұрттың жалпы массасы қанша килограмм деп есеп құрастырып алайық. Осы есептің шешуін табамыз. Ол үшін алдымен формула жазып аламыз. Заттың жалпы массасын табу үшін бір жәшіктің массасын жәшіктер санына көбейтеміз. Яғни 6-ны 7-ге көбейтеміз, 42 болады. Сонда 7 жәшіктің жалпы массасы 42 килограмм болады екен. Бақтан массасы 9 килограмм тұратын бірнеше жәшік өрік жиналды. Барлық өріктердің жалпы массасы 54 килограмм. Қанша жәшік өрік жиналды деп есеп құрастырып алайық. Енді осы есептің шешуін табамыз. Жәшіктер санын табу үшін жалпы жәшіктердің массасын бір жәшіктің массасына бөлеміз. Яғни 54-ті 9-ға бөлеміз, 6 болады. Сонда 6 жәшік өрік жиналған екен. Келесі кесте бойынша бақтан 6 жәшік шабдалы жиналды. Барлық жәшіктің жалпы массасы 42 килограмм. Бір жәшік шабдалының массасы неше килограмм деп есеп құрастырып алайық. Осы есептің шешуін табамыз. Бір жәшіктің массасын табу үшін жалпы массаны жәшіктер санына бөлеміз. Яғни 42-ні 6-ға бөлеміз, 7 болады. Сонда бір жәшіктің массасы 7 килограмм болады екен. Келесі үшінші есептің әсіне назар аударайық. Кесте бойынша есеп құрастырамыз. Массасы 6 килограмм болатын 7 жәшік алмұрт жиналды. Және массасы 8 килограмм болатын 6 жәшік алма жиналды. Барлығы неше килограмм алма және алмұрт жасалды деп есеп құрастырып алайық. Енді осы есептің шешуін табамыз. Алдымен формуланы жазып аламыз. Жалпы массаны табу үшін бір жәшіктің массасын жәшіктер санына көбейтеміз. Енді алмұрт табайық. Ол үшін 6-ны 7-ге көбейтеміз, 42 килограмм. Яғни 42 килограмм алмұрт жиналған екен. Енді алманы табу үшін бір жәшік алманың массасына 8-ті жәшіктер санына, яғни 6-ға көбейтеміз, 48 килограмм. Демек 48 килограмм алма жиналған екен. Енді барлық алма мен алмұртты табу үшін 42 килограмм алмұртқа 48 килограмм алманы қосамыз, сонда 90 килограмм болады. Яғни барлығы 90 килограмм алмұрт және алма жиналған екен. Енді осы үшінші есептің бұл нұсқасына назар аударайық. Есептің қысқаша жазылуын толықтырып, оны шығар дейді. 9 килограммнан 6 жәшік өрік және 8 килограммнан 5 жәшік шабдалы жиналған екен. Барлығы неше килограмм өрік және шабдалы жиналды деп есеп құрастырып, осы есептің шешуін табамыз. Ол үшін 9-ды 6-ға көбейтіп, өрікті тауып аламыз. Яғни 9-ды 6-ға көбейтсек 54 килограмм. 54 килограмм өрік жиналған екен. Енді шабдалыны табу үшін 8-ді 5-ге көбейтеміз, 40 болады. Яғни 40 килограмм шабдалы жиналған екен. Барлығын табу үшін 54 килограмм өрікке 40 килограмм шабдалыны қосамыз, сонда 94 килограмм болады. Яғни барлығы 94 килограмм өрік пен шабдалы жиналған екен. Келесі төртінші есепке назар аударайық. Сурет пен кесте бойынша есеп құрастырып, оны шығар дейді. Бірінші қорапта 5 дәптер бар екен. Ол 5 дәптердің құны 40 теңге тұрады екен. Ал екінші қораптағы дәптерлер саны белгісіз, құны 56 теңге тұрады екен. Екінші қораптағы дәптерлер санын табамыз. Ол үшін алдымен бірінші қораптағы бір дәптердің бағасын тауып алуымыз керек. Бірінші қораптағы бір дәптердің бағасын тапсақ, екінші қораптағы бір дәптердің санымен тең болады. Яғни 40-ты 5-ге бөліп,
бір дәптер бағасын тауып аламыз. Сонда бір дәптер бағасы 8 теңге тұрады екен. Ал енді екінші қорапта неше дәптер барын табу үшін 56-ны 8-ге бөлеміз, сонда 7 болады. Яғни екінші қорапта 7 дәптер бар екен. Келесі 5-ші есепке назар аударайық. Сен 5 дәптер үшін 35 теңге төледің. Осындай 8 дәптерге қанша теңге төлейсің дейді. Есепке берілген кестеге қарайық. Есептің сұрағына жауап беру үшін нені білу керектігін түсіндір дейді. Алдымен бір дәптердің бағасын білеміз. Бір дәптердің бағасын білу үшін құнын санына бөледі екенбіз. Бір дәптердің бағасын біле отырып, осындай 8 дәптердің құнын табады екенбіз. Ол үшін 8-ді бір дәптердің бағасына көбейтеді екенбіз. Демек, бір дәптердің бағасын білу үшін құнын санына бөледі екенбіз. Яғни 35-ті 5-ке бөлеміз, 7 болады. Бір дәптердің бағасы 7 теңге тұрады екен. Енді 8 дәптердің құнын табу үшін бір дәптердің бағасын 7-ні 8-ге көбейтеміз. Сонда 8 дәптердің құны 56 теңге тұрады екен. Келесі 6-шы есепке назар аударайық. Төмендегі А және Ә есептерінің берілуін салыстыр. Ә кестесі бойынша есеп құрастырып, оны шығар дейді. А кестесіне назар аударайық. Бұл жерде баға, сан және құнға байланысты берілген екен. Ал Ә кестесінде массасы, саны және жалпы массаға байланысты есеп екен. Енді Ә кестесі бойынша есеп құрастырайық. 7 жәшік алма жиналды. 7 жәшік алманың жалпы массасы 56 килограмм болады. Бір жәшік алманың массасы неше болады? Және сондай 6 жәшік алмұрттың жалпы массасы неше килограмм болады деп есеп құрастырып алайық. Осы есептің шешуін табамыз. Ол үшін 56 килограммды 7-ге бөліп, бір қорап алманың массасын тауып аламыз. Яғни, бір жәшік алманың массасы 8 килограмм екен. Енді осындай 6 жәшік алмұрттың салмағын табу үшін 8-ді 6-ға көбейтеміз, 48 килограмм болады. Яғни 6 жәшік алмұрттың жалпы массасы 48 килограммға тең екен. Келесі 7-ші есепке назар аударайық. Өрнектер құрастырып, олардың мәнін тап дейді. Алдымен 7 көбейту 7 қосу 5 көбейту 3 деп өрнек құрастырып аламыз. Бұл өрнектің мәні 64-ке тең болады. Келесі 8 көбейту 7 қосу 6 көбейту 4 деп өрнек құрастырамыз. Бұл өрнектің мәні 80-ге тең болады. Келесі 7 көбейту 9 қосу 7 көбейту 0 деп өрнек құрастырып аламыз. Бұл өрнектің мәні 63-ке тең болады. Келесі 6 көбейту 7 қосу 9 көбейту 2 деп өрнек құрастырып аламыз. Бұл өрнектің мәні 60-қа тең болады. Келесі азайту амалына да дәл осылай өрнектер құрып, мәнін табамыз. Келесі 8-ші есепке назар аударайық. Өрнектердің мәнін есептеп, жауабын сандықтан тап дейді. Бірінші өрнектің мәні 60 болады. Екінші өрнектің мәні 44 болады. Үшінші өрнектің мәні 8, төртінші өрнектің мәні 49 болады. Келесі екінші қатардағы бірінші өрнектің мәні 37 болады. Екінші өрнектің мәні 14 болады. Үшінші өрнектің мәні 27 болады. Төртінші өрнектің мәні 3 болады. Келесі 9-шы тапсырмаға назар аударайық. Жарқын Ғалиядан сендердің сыныпта неше қыз бар деп сұрады. Ғалия біраз ойланып, ең үлкен 2 таңбалы саннан 8 2 рет жазылған санды азайт. Шыққан санға ең кіші 2 таңбалы санды қоссаң, біздің сыныптағы қыздардың саны шығады деді. Сыныпта неше қыз бар? Яғни, ең үлкен 2 таңбалы сан 99. Ең кіші 2 таңбалы сан 10 екен. Енді осы ең үлкен 2 таңбалы саннан 99-дан 88-ді азайтамыз. Себебі
Ең үлкен екі таңбалы саннан 8 екі рет жазылған санды азайт дейді. Яғни 8 екі рет жазылса 88 болады. 99-дан 88-ді азайтсақ 11 болады. Енді осы 11-ге ең кіші екі таңбалы сан 10-ды қосамыз, сонда 21 болады. Яғни сыныпта 21 қыз бар екен. Достар, бүгінгі сабағымыз ұнаса, осы каналға тіркеліп лайк басып, пікір білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Сонда келесі сабақтың есептері, жауаптарымен сіздерге